Сәлем, шеберлер, ендіше бүгінгі сабағымыз осындай әдемі дөңгелек шай көрпешіне арналған. Осы көрпешені жақсылап үйреніп алыңыздар. Бұл көрпешеміз біздің 3D әртісімен тігілген. Осындай 3D көрпешелерімізді жасап, өзіміздің шеберлігімізді арттыра берейік. Ендіше сабақты мұқият қарап алыңыздар. Мүмкіндік болса конспект жүргізуді кеңес етемін. Ендіше сіздермен сабағымызды бастайық. Міне қыздар, мен қазір қолымда қажетті заттар тізімі, яғни 50 сантиметрлік диаметрдегі бір ою песок матасынан, одан кейін 2 метр мата, мақта, бөз, сыдырма, замок және желбіршек, одан кейін ең қажетті нәрсе бізде 3D көрпешеге бұл поролон. Поролонның қалыңдығы 1 сантиметр болу керек. Ең бірінші кезекте біз бөзімізден бидайық жасап алуымыз керек, яғни бөзімізден бірінші үлгісін жасап аламыз, яғни дөңгелек үлгімізді жасап алу үшін мен қазір өзіме қажетті матаны 2 бүктеп алдым, яғни бөз матасын 2 бүктеп алдым. 2 бүктелген матаны тағы да бүктедім, сонда 4 бүктелген матамыз бізде дөңгелек шығару үшін қажет болады, яғни дөңгелек шеңбер жасауымыз керек. Ол үшін мен қазір қайта есептеп жатырмын. Бұл дегені біз 2-ге бөлген кезде диаметрімізді ол 41 сантиметрге тура келіп тұр. 41 сантиметрден бүктелген жерден бір рет өлшеп алдым, белгілеп алдым. Одан кейін екінші жағынан да белгілеп алдым. Дәл ортасынан диагонал бойынша да белгілеп алдым. Одан кейін олардың ортасынан да тағы да белгілеп алдым. Дәл осылай біз жарты шеңберді шығарып аламыз. Жарты шеңберді шығарып алғаннан кейін оны бір-біріне қосып сызып алған соң бұны біз кесіп аламыз, яғни пішіп аламыз. Бұл бізде дөңгелек болып шығады. Дәл осылай сіздер дастархан тіккен кезде де, яғни дөңгелек дастархан тіккен кезде де осы әдісті қолдансаңыздар болады. Ендеше мен қазір 82 сантиметр біреуін дайындап алдым. Бұл көрпешенің ішкі астары болады. Одан кейін 3 сантиметрден қосып тағы да сызып жатырмын. Бұл біздің бидайығымыздың үлгісі болады. Яғни бидайық деген ол ішіндегі көрпешеміз сәл үлкендеу болу керек. 3 сантиметрден қосқанда бізде диаметріне 6 сантиметр қосылады. Сонда барлығы болып 88 сантиметр біздегі бидайықтың диаметрі болады. Бидайықтан екеуін кесіп аламыз, яғни асты біреуі үсті, міне біреуі асты біреуі үсті. Бидайығымыз бұл дөңгелек. Одан кейін дәл 82 сантиметрлік бірінші үлгіден қойып, соны велюр матасынан екеуін кесіп аламыз. Мынау біздің бірінші үлгіміз 82. Бұдан бір дана керек болады. Яғни бөзден бір дана керек болады. Астарлық болатын 2 велюрдан 82 диаметрде екеуін кесеміз. Бидайықтан 88 диаметрден екеуін кесеміз. Яғни асты мен үсті. Дәл осылай ең бірінші кезекте біз мынау матамыздың, негізгі матамыз біздің велюр матасы көбіне енді ломаны деп жатады, сиыржылаған деп жатады. Сол матаны біз дәл ортасын тауып, дөңгелегіміздің дәл ортасын тауып, өзіміздің песок матамызды үстіне қойып, песок матамызбен кесілген оюымызды үстіне қойып, дәл ортасына орналастырып, жабыстырып шығуымыз керек. Ою салу әдісін сіздер білесіздер. Ою салу әдісі жаңағы паутинамен жасалады, немесе әртүрлі енді әдістері бар. Оны енді біздің парақшаларымыздан да, біздің сабақтарымыздан да көріп жүрсіздер деген ойдамын. Ендеше оюды біз дәл ортасына қойғаннан кейін, дәл осылай қойғаннан кейін жақсылап жабыстырып аламыз. Жабыстырып алғаннан кейін біздің бұл көрпешеміз, шай көрпешеміз. Енді көбіне қазіргі таңда трендте десек те болады, көбіне енді мынау қызға сырға салу рәсіміне көп қолданады. Бұның өзі бір үлкен бір ниша есебінде қолданса болады. Яғни шай көрпеше, сырға салатын жаңағы нелерімен бірге, қобдишасымен бірге тапсырыспен жасап берулеріңізге болады. Ендеше мен оюды жабыстырып алғаннан кейін поролонды кесіп алып жатырмын. 1 сантиметрлік еніндегі поролонды кесіп алғаннан кейін ол поролонмен бірге осылай ине түйреп алып жатырмын. Бұл ине түйрелгеннен кейін барып біз оюымызды
тігіп шығамыз. Енді бұны әркім әрқалай істейді, тек қана оюдың өзін поролонға жабыстырып, оны кестіріп алып та жатады. Бірақ мен осы әдіспен жасаймын, өзіме осы әдіс ұнайды. Яғни біз қазір барлық оюдың үстінде, оюдың жандарында барлығын зигзаг тігісімен тігіп шығуымыз керек. Міне. Дәл осы зигзагпен түйреп алғаннан кейін осылай зигзаг тігісімен тігіп шығамыз. Мүмкіндігі болғанша енді мынау ақ матаға қарай өтпеуге тырысыңыздар. Қай жерде жаңағы біздің оюымыз тұр, сол оюдың үстінен жасауға тырысу керек. Сол кезде біздің көрпешеміз өте әдемі шығады. Енді кейбір қыздар, кейбір нелер 2 сантиметрлік енімен де жасатып жатады. Яғни мынау нені поролонды сол кезде бұдан да әдемі болу мүмкіндігі бар. Яғни қалың болған сайын, ол енді машинаңыздың игергеніне байланысты. Мен қазір енді зигзаг тігісімен тігіп шыққаннан кейін бағанағы ең бірінші бір дана 82 сантиметрлік немізді, бөзімізді мынау зигзагтың орнын жабу үшін қолданып жатырмын. Оны түйреп алып, дәл осылай жан-жағының бәрін айналдырып тігіп жатырмын. Яғни велюр, одан кейін жаңағы біздің поролонымыз бірге қосылды, одан кейін біздің бір ғана бөз матасынан астарлап жатырмыз. Одан кейін бұл біздің астарымыз, астардың ортасынан 3 сантиметр қайырып, 2,5-3 сантиметр қайырып, кәдімгі сыдырма салу әдісін жасаймыз. Яғни сыдырма жасау дәл ортасынан болады. Көбісі енді астынан да, жанынан да істеп жатады. Енді бұл әркімнің өзінің қалауына байланысты. Біз міне сыдырманы осылай түйреп алып, сол сыдырманы тігіп, байқап, жақсылап, асықпай қарап отырсаңыздар, барлығын түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін екінші жағын сыдырманы түйреп шығамыз. Оны енді сыдырма тіккеннен кейін сыдырманың 2 басын міндетті түрде закрепка депсек те болады, немесе мынау замокты қатыру десек те болады. Дәл осылай 4-5 сантиметрден ішке кіргізіп, бұлай замокты қатыру процесін жасауымыз керек, барысын жасауымыз керек болады. Өйткені бұл жерде біздің беганогымыз деп айтамыз ғой, беганогымыз шығып кетпес үшін, және біздің сыдырмамыз бекітіліп тұру үшін қажет. Одан кейін бағанағы бір-біріне қосылып тігілді губка, поролон, бөз, сосын негізгі ою салынған матасы бәрі қосылып тігілгеннен кейін, сол екі ортаға біз қазір мына желбіршегімізді түйреп жатырмыз. Бұл енді міндетті түрде болатын тігіс барысы, өйткені желбіршек көрпешемізді, 3D көрпешемізді өте әдемі сәнді қылып тұратын дүниелердің бірі болғандықтан желбіршекті жасауға тырысыңыздар. Енді кейбір кісілер желбіршектің орнына бақырма жасап та жатады, немесе кант жасауға да болады. Енді кантты өздеріңіз білесіздер, кәдімгі 4 сантиметрлік жолақтармен жасайды. 4 сантиметр, 5 сантиметр өздеріңізге қалай ыңғайлы солай кесіп алып, ортасына кант жіберсек те болады. Енді міндетті түрде болып жатса әрине осындай желбіршек жасаған дұрыс болады. Желбіршек жасап тігіп болғаннан кейін біз оның іш жағынан барлығын оверлок тігісімен айналдыра тігіп шығамыз. Айналдыра оверлок тігісімен тігіп шыққаннан кейін біздің көрпешеміздің сыртқы чехолы дайын деп есептей берсек те болады. Ендеше біз ішкі бидайығын жасау барысына кірісеміз. Бидайықты енді дөңгелек бидайығымыз біздің 88 сантиметр болды. Бірнеше сантиметр, 6 сантиметрге бізде үлкен болды. Өздеріңіз білесіздер, ішіне қажетті мөлшердегі мақтаны саламыз. Одан кейін оны айналдырып, кәдімгідей көктеп шығамыз. Бір тегіс мақтаны салғаннан кейін, оның үстінен жақсылап
жаңағы сабаумен сабап аласыздар. Одан кейін аударғаннан кейін тағы да сабап алуға кеңес беремін, өйткені сабау арқылы сіздің көрпешеңіз біркелкі болып шығады. Оған да жақсы мән беруіңізді сұраймын. Бұл енді қиын емес жұмыс барысы деп ойлаймын. Енді мақталау, оны жаңа қабу көп әйелдердің, шеберлердің қолынан келетін жұмыс, дегенмен осы сабақта толықтай көрсетіп өтіп жатырмыз. Енді міне қазір жаңағы не жерін, біздің мақта салған жерімізді қолмен тігіп тастап жатырмыз. Кейбір кісілер енді осылай тұрып машинкамен де тігіп жатады. Енді бұл өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Айналдыра көктеп шығамыз, көктейміз, сабаймыз. Мақтаны қабу деп айтып жатады қазақша. Көп адам енді әр өңірдің тілі әртүрлі болғандықтан жалпы түсіндіріп кетіп жатқаным. Біз бұны тігіп болғаннан кейін міне көрпешемізге кіргізіп жатырмыз. Кіргізіп болғаннан кейін жан-жағының бәрін сабап жіберсек, әдемі шай көрпешеміз шыға келеді. Міне өздеріңіз байқағандай, мына біздің желбіршегіміздегі жіпті алып тастасақ, желбіршегіміз желбіреп тұрады. Сондықтан оны да көрсетіп жатырмын. Ендеше біздің шай көрпе сабағымыз осымен аяқталды. Барлық шеберлерге істеріңізге сәттілік тілей отырып, табыс тілей отырып, сіздермен бірге болған мен Гүлшарат Жұбаева. Дәл осындай әдемі, ыңғайлы көрпеше болып шықты. Көрпеше, шай көрпешесі.